Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі 1-ші сынып, 5-ші сабақ. Тақырыбымыз дыбыстар мен әріптер. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге 1-ші болып көрінетін болады, балалар. Сонымен дыбыстар мен әріптер. Балалар, бізге мәтін берілген, яғни 1-ші жаттығу. Суретке қара, мәтінді түсініп оқы. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер, деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай заулай жөнелді. Авторы Ермек Өтетілеуұлы. Енді сұрақтарға жауап берейік. Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлікті тауып оқы. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Екінші сұрақ. Балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле. Балалар, қыста қандай құбылыс болады? Яғни қар жауады, күн суытады. Бірақ біздер шанамызды алып шығып, таудың басынан, немесе сырғанайтын жерлерден сырғанаймыз, балалар? Яғни қыс мезгілі балаларға қызықты өтеді. Себебі ол жерде аққала соғамыз, жаңа жыл мерекесі болады, Осындай қуанышты мерекелерді біз тойлайтын боламыз. Қыс мезгілі жалпы сіздерге ұнай ма, балалар? Балалар, яғни қыс мезгілі сіздерге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Ал енді балалар, екінші жаттығуға назар аударайық. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Балалар тепті сырғанақ. Киінді олар жылы. Балалар сырғанақ тепті деп құраймыз, Ал енді киінді олар жылы дегенге олар жылы киінді. Яғни балалар осылай сөздерді дұрыстап орнына сөйлем құрастырдық, Ал енді үшінші жаттығу. Әріптерден қыс айларының аттарын құра. Оларды ретімен ата. Яғни қапан деп жазып тұр. Бұны біз ақпан. Тоқ желсан, желтоқсан деген ай, балалар. Рат ыңақ деп тұр, қаңтар. Ал енді ретімен айтайық бұл айларды. Ең бірінші желтоқсан ай, одан кейін қаңтар және ақпан. Яғни бұл қандай айлар, балалар? Қыс айлары болып есептелінеді. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.